Сәлем қыздар. Сіздер егерде менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен жалпы өзімнің шығарылымдарымда, өзімнің каналымда тек қана қолөнер бұйымдарына және тоқыма процестеріне арнағанмын. Біраздан бері мен шығарылымдар ешқандай түсірмей кеттім. Қазіргі сол уақыттарда тоқыған жоспарымды көрсетпекпін. Бүгінгі менің көрсететінім жалпы бас киімдер. Егер сіздер менің алдыңғы шығарылымдардың бірінде көрген болсаңыздар, мен мынандай көптен бері тоқылмай қалған заттар туралы айтқан едім. Біраз уақыт болып жатқан деп. Мен мына бас киімді тоқып бітірдім. Бұл күзде немесе көктемде киюге арналған, үлкен қызыма арнап тоқылған бас киім. Мінекей. Бұл бейне әдісімен тоқылған. Қызыма ұнайды. Егер де шығарылымдарымды тұрақты түрде көріп жүрген болсаңыздар, бұл жіп туралы көресіздер. Мінекей. Мынадай жіп. Ализе Салабай болу керек. Түсін білмеймін. Шығарылымдарды көрсеңіздер, толық түстері жазылған. Мінекей, жұқа бейне әдісімен келеді. Бұлай басына қыс кезінде әрине келмейді. Көктемде киетін бас киім. Көктемде, күзде. Мінекей, төбесі жабылған. Мен бұны біртінмен тоқыдым. Ализе Салабай біртінмен тоқылған. Мына жерде бірде-бір резинкасымен тоқылған. Мен бұны ұмытпасам 2,5 сыммен тоқыған болу керекпін. Осы менің тоқыма процестерінің алғашқысы. Бас киімдердің де. Бұған қазір мен сіздерге айтайын, неше грамм жіп кеткенін. 31 грамм жіп кеткен. 31 грамм жіп кеткен. Жалпы кейде қыздар сұрайды, Шолпан, сен деген мынандай тоқу білмейтін қыздар әрине де. Сен мынаны қалай етіп, моншақтарды қалай етіп, пайеткаларды тіктің деп. Мен отырамын, айтамын кейде, бұл өзі сондай жіп деп. Мен шынымды айтсам, көпке дейін білмеппін бұндай жіптер бар екенін. Менің өзім де қазір өзіме қатты ұнайды. Одан соң, бұл менің қазіргі тоқыған процесім емес. Бұл менің шамамен былтыр тоққан бас киімім. Бұл қыздарым кеше қыстық киімдер шығару барысында бұл бас киімді шығардым мен. Бұл тыковка әдісімен тоқылған бас киім. Мынадай, шынымды айтсам, мына бас киім негізінде шерсть болу керек, негізгісі. Немесе көп, қылшықтары өте көп. Түсі өте әдемі, меланжы қараңыздар. Мінекей. Ішінде жасыл, түсі қандай жіп екенін өкінішке орай білмеймін. Көрсеңіздер, мінекей, ақшыл жасыл, қоңыр, ақ араласты меланжы әдісімен боялған бас киім. Жіп өте ұнайды маған. Мен бұны жуған жоқпын. Мінекей, қараңыздар. Азғантай ғана пайеткасы бар. Мінекей. Өте жұмсақ, маған ұнайды қыздар. Одан соң үлкен қызыма тоқыдым мынаны. Бұның айырмашылығы қызым үлкен мінекей кигенде мынадай болып тұрады. Да? Мынадай кіші қызымдікі 2/2 резинкасы әдісімен тоқысам, үлкен қызыма 3/3, 3 теріс резинка әдісімен тоқыдым. Мінекей, жалпы, мен сізге айтайын, бұл да 2 тімен тоқылды. Бір бас киімде, үлкен қызыма арналған бас киімде 70 грамм жіп кеткен. 2 тімен тоқылды. Кіші қызыма 62 грамм жіп кеткен. Айырмашылық. Мінекей.
осындай маған өте қатты ұнады қыздар. Енді алдағы уақытта мен оларға типа осындай модамен басқа түстен тоқимын деп ойлаймын. Жалпы бір бас киіммен қыс бойына шықпайды ғой. Оны алдағы уақытта сіздер тағы да көре жатарсыздар. Одан соң мен қызыма мен тоқыдым қазір. Ализе Ланосы супер кашемир жібінен. Мынадай жай ғана қарапайым бейне түріндегі бас киім тоқыдым. Мынадай былай тұрады. Алдағы уақытта мен оған не қосам? Снуд тоқимын. Бұған мен арнап снуд тоқимын деп ойлаймын. Жалпы Ланос супер кашемир жібі қазір тоқу барысында маған біраз қиындықтар туғызды. Тоқу барысында бұдан өте көп қылшықтар түседі. Мінекей түбітте мындай қараңызшы. Көрінетін болады деп ойлаймын сіздерге. Мінекей мындай қылшықтар өте көп түсті. Киген киімнің бәрі қылшық болды. Әлсін кейін тазалайтын скотчпен тазалап тұрдым. Үстінде әлсін. Одан соң жуғаннан кейін бұл жұмсарды. Мен қорқып едім қызымның үстінде киімдердің бәрін бүлдіреме деп. Онда ешқандай да қолайсыздық тудырған жоқ дейді қызым. Қылшықтары қышытпайды деді. Қызым бірақ өте қатты ұнатып киіп жатырған жоқ. Мен айтам, кейде киімдеріме ауыстырып киюге жарайды деп, бірақ білмеймін. Мінекей жай ғана қарапайым бас киім ғой. Бұл бірде-бір резинка әдісімен тоқылды. Мінекей осы көңілім ең түскен нәрсе болды. Күн тез салқындасып кетті. Сол себептен мен балама бір түнде бас киім тоқыдым. Ұлыма. Мен бұны өкінішке орай шамамен қарайсың ғой, негізінде бас киім тоққаннан кейін модный тоққым келді баланы да. Әдемі болып жүргенін қалайсың. Мынадай тоқыдым балама. Бұл да бейне әдісімен тұрады. Ер балаға болғаннан кейін қара жіптен тоқыдым. Қазір мен сізге қандай жіп екенін айтамын. Өкінішке орай қазір қараңыздар, катышка болып кетті. Мен бұны катышка болып кетті. Сол себептен бұл жіп маған ұнамай қалды. Әзірше балам киіп жүр. Әлсін катышканы тазартып аламыз машинкамен, бірақ өкінішке орай қайта мынандай түйіршіктер пайда бола береді. Әзірше балам кие тұрады. Мен бұны сіздерге айтайын қандай жіппен тоқығанымда. Семенский пряжа ал элита деген жіппен тоқыдым. Бұны мен Семенский пряжаны алғашқы рет пайдаланып көруім маған өте ұнамады. 50% шерсть, 50% акрил, 100 граммда 181 метр. Түсі қара, бірінші номерлі. Білмеймін, жалпы мен комбинировать етіп тоққан жақсы көрем ғой. Көп нәрселерді, қыстық киімдерді де әсіресе. Мүмкін мен бұны алдағы уақытта ойлап отырмын, балама мойнына снуд тоққым келіп отыр да, осыдан немесе тағы да бір бас киім тоққым келіп отыр. Себебі менде басқа қара түсті жіп жоқ. Білмеймін, балам айтып тоқиын деп ойлап отырмын. Бұны мен ирандық жіппен араластырып тоққым келеді. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан не шығаратынын айтамын. Жалпы мен үшін бұл бас киім өте сәтсіз шыққан бас киім болды. Одан соң менің қолымдағы бас киім мынадай
Мен бұны ақ бас киімді тоқыдым. Бұл Alize Angora Gold Star жігі 01-ші кремовый түс. Мен бұны екі қызыма да тоқыдым. Мінекей кию барысында төбесі мынандай тыковка болып тұрады, шошайып тұрады. Маған жақында бір YouTube каналынан бір бағдарламаны көріп отырғанда қызымның ұмытпасам Корей еліне тұрмысқа шыққан орыс қызының видеосын қарап отырдық. Сол уақытта оның қызы осындай бас киім киіп жүр екен, қара түсі, тек қана ешқандай жылтыр емес, тек жай ғана қара түсті бас киім, төбесі осылай тұратын. Содан соң үлкен қызым айтты, мама маған сондай бас киім тоқып берші деп. Мен оның арманын жүзеге асырдым. Кіші қызыма да набор тоқып беремін мынандайды. Осылай. Сонымен қыздар, содан соң мен өзіме ешқандай да бас киім үйлестіре алмаймын. Содан қазір өзіме мынандай тюрбан тоқып болдым. Енді бұны жинақтауым керек. Алдағы уақытта не шығатынын көреміз. Мүмкін үйлесе киемін деп ойлаймын. Жалпы мен көбіне бас киімдер өзімнің басыма үйлеспейді. Үйлестіре алмаймын да. Қатты жабыстырған бас киімдер маған өте ұнамайды. Сол себептен мен мынандай тюрбан тоқып көрейін деп ойладым. Басыма бұл менде Alize Lana Gold 800 жігінен екі тінмен тоқыдым. Кремовый цвет болу керек. Бұл мынандай француздық резинкамен тоқыдым. Бұны келер шығарымда сіздерге бұны қалай жинақтап болғаннан кейін сізге қандай нәрсе шыққанын көрсетемін. Сонымен қыздар, егерде менің мынадай осыншама тоқыған бас киімдерім туралы шығарылым сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен